так что я сказала, я не знаю. Само по себе вышло. Tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz. Уходить пора, да? Сейчас, секундочку, сейчас, секундочку, сейчас я... Сейчас, секундочку, сейчас. Мен осы жерде оқимын. Қазір сабаққа барамыз. Автобустың водителінің арқасында үлгердік сабаққа. Бір бала емтиханға кешкемін деп жатыр еді. Бірақ бүкіл скоростьті қосып алып келіп тастады. Yani ne demiştik zaten biliyorsunuz ABC diye gidiyoruz demiştik. Nokta bir alanlar vardır. Yani... Бізде қазір перерыв. Получается, тамаққа баруға болады. Бірге дейін боспыз. Мынау бізде универдің бірінші қабаты. Мына жақта бізде қазір кітапхана бар. Ішіне кірмей қойын, кірсем сөйлей алмай қаламын. Тып-тыныш, ол жақта сабақ болып жатады. Кафетерий бар. Енді мына жақта деканат жаққа қарай өтіп кетуге болады. Қазір сіздерге универге кішігірім бір обзор жасатып жіберейік. Бос уақытымда еще обедке барам, сіздерге асхананы қалай көрсетемін. Барлығын бірге тамашалаймыз. Вот мен артымда тура біздің тіп факультетінің жанында бізде көз поликлиникасы бар мына жақта. Получается, барлық тұрғындар келіп сол жаққа қаралады негізінен. Мынау біздің университеттің үлкен ауруханасы, жанында поликлиникалар, онкология бөлімшесі орналасқан. Сондай-ақ біздің тіп факультеті, ар жағында біздің ауруханамыз, барлығы бір жерде өте ыңғайлы орналасқан. Больницаның алдында да, универдің алдында да прям осылай күшті ше. Жаңағыда беседкалар тұрады, орындықтар, прям бәрі жап-жасыл, так удобно. Міне мынау біздің асханамыздың зданиясы. Получается, біз осылай кіреміз мына жақтан. Сәлем. И мына жақта кафетерий. Обычный кафетерий. Келіп сабақ оқуға болады. Ал одан шығып, яғни неге асханаға болуға болады. Ол уже асхана бөлек получается, мына екінші қабатында. Біздің осындай карточкамыз бар. Сонымен осылай асханаға келіп, мені бір 300 теңгеге тамақ жейміз, нарықтан өтеміз. Получается, и дальше нарықтан тамақ аламыз да. Нарықтарда отырып жей береміз. Адам көп. Обед уақытысы 11:30-нан сағат 2-ге дейін. Все, енді қайтамыз общагаға. Осылай универден жолдың екінші бетіне өтіп, осы автобустың келгенін күтіп тұрамыз. Келген студенттерді университетке алып келіп тастайды, дайын тұрған студенттерді обратно біздің общагаға алып кетеді. Жатақханаға келген соң бірден маркетқа кіріп, комнатамызға су алып алдым. Общагаға келіп кішкене демалып алдым. Енді кітап оқиын деп жатырмын. Алдында осындай түрікше кітап сатып алған болатынмын. Біз бүгін қазір ұжымға келдік. Кешкі асқа осындай тамақтар. Күтіп отырға мен түсірген. Delicious. Біз сыртқа шығайын деп жатырмыз. Кішкене қалаға сіздерге бәрін көрсетеміз. Біз сыртқа шықтық. Қасымызда кішкентай райончиктер бар, сол жаққа кішкене жүріп қайтуға. Біздің общагамыз негізі аптаның ішінде сағат 12-ге дейін, аптаның соңында, яғни суббота воскресенье күндері түнгі 1-ге дейін. Так мило. Сосын бір магазинчикқа кірдік. Что ты там делаешь, Тусин? Привет, привет, привет. Мына жақтағы бағалар кола 1,5 литр 40 теңгеден.
40 TL деген қанша ол? Маха? Я бір штук 500 теңгеде. Это 1,5 литр. Кажется, Қазақстанда да солай. Тюсти 25 TL. Но вообще со скидкой. Розовый кафе. Не, наоборот. Вообще болса прямо андай бордовый болып тұрады. Сіздермен бірге болған Казмет.